Саламатсыңдар ма оқушылар? Біз өткен сабағымызда Қазақстан тарихынан Аттиланың өмірі, ол туралы дерек қалдырған тарихшылар және Византия мемлекетімен болған арадағы соғыс туралы өткен болатынбыз. Ал бүгінгі тақырыбымызда Аттиланың жаулаушылық жорықтары туралы мәліметті одан әрі жалғастырамыз және жердің кіндігіне айналған Батыс Римді бірге бағындыратын боламыз. Сабақтың мақсаты Қазақстан территориясындағы алғашқы мемлекеттік бірлестіктердің көрші елдермен қарым-қатынасын анықтау. Ендеше келесі бейнероликке назар аударайық. 451 жылы Еділ қаған бастаған жауынгерлер көктемде Галлияға шабуылды бастайды. Құн сарбаздарының саны белгісіз, бірақ сол кезеңнің ырғағына қарағанда шабуыл қозғалысы баяу болған деп баға беріледі. 451 жылдың 7 сәуірінде ғұндар бірінші Метс қаласын, сосын Трир, Кёлн, Римс, Тонгерен, Труа қалаларын бірден басып алды. Сол жылдың 14 шілдесінде Римдік Галлияның орталығы Арлиан қаласын қоршауға алып ұрысты бастайды. Қала қамалдарын тарандармен тесе бастаған кезде Римдік әскербасы Флавий Аяцийдің және Бистоктардың королі бірінші Теодохриттің біріктірілген әскері арлиандықтарға көмекке келеді. Мұның аяғы тарихта бұрын соңды болмаған қырғынға әкеп соқтырады. Тарихшылар осы шайқастағы Майдан даласында 165 мың жауынгердің өлігі қалды дегенді айтады. Әйгілі Каталон шайқасы осылай аяқталады. 452 жылдың жазында Еділ қаған бастаған жауынгерлер Паннония жағынан Альпінің кең жазығынан Италияға шабуыл бастады. Бұл жорықтың алғашқы соққысы Венетта провинциясының Аквилия қаласында болды. Венеттаның басқа қалаларында басып алғаннан кейін ғұндар солтүстік Италияның батыс жағына қарай бет бұрды. Италияны ойрандап ғұндар шетінен қазіргі Милан, Фабия қалаларын жаулап алады. Миланда Еділ император сарайына кіріп келгенде сарай қабырғаларында Рим императордың суреттерін көреді. Суретте тақта отырған Рим императордың аяғы жағында скиф жауынгерлерінің өліктері жатқаны бейнеленгенін байқайды. Еділ өз адамдарына сол суретшіні таптырып, оған басқа сурет салғызады. Бұл жаңа суретте Еділ қаған тақта отырғанын, ал Рим императорлары оның аяқ астына қаптардан алтын төгіп жатқанын бейнелеткізеді. Қала тұрғындарының көбі қашып құтылды. Олардың үйлері және шіркеулері тоналып, өртеліп бітті. Бұл маңызды аса зор оқиғалардан кейін Рим папасы бірінші Лио қасына текті римдіктер Абияны мен Тригерияны ертіп алып ғұндардың көсемімен кездесуге барады. Бұл кездесу Мантуа қаласының маңындағы Амбулия жазығында болады. Кездесу нәтижесінде Рим салық төлейтін болып құтылады, ал ғұндар Римге бармай Дунайдың жағалауларына қайта оралады. Сөйтіп ол осынау ұлы жорықтан Дунай бойындағы мемлекеттің астанасы Еділ қалаға үлкен жеңіспен, салтанатпен оралады. Италиядан жеңіспен қайтқан ғұндар көп ұзамай Галлиядан өш алғысы келеді. Ескі қарыздарын еске алып, Еділ Галлияға қауіп төндіре бастайды. Екінші Феодосийдің орнына келген император Маркиан көсемге әртүрлі сыйлықтар жіберіп, көсемнің бір кешірімін алғысы келеді. Рақымшылықты көрсетпеген ғұндар 453 жылы Галлияның орталығындағы Луара өзенінің жағалауын мекендеген аландарға шабуыл жасайды. Бұл жолғы шайқас туралы Иорданның Тетискасынан қысқа мәліметтен басқа еш дерек жоқ. Тек Бистоктардың королі Торисмунд аландарға көмекке келеді. Сонымен қоса ғұндардың кері қарай Паннония мен Дакияға қарай шегінгендігі айтылады. Сонымен оқушылар, Еділ қағанның жорықтарының бір парасын аяқтадық. Түсінгенімізді қорытып, білгенімізді түйіндеу үшін келесі оқу тапсырмаларын орындайық. Оқу тапсырмасы. Ғұндар Батыс Римге қарсы қай жылы соғыс бастайды? Ғұн әскері 451 жылы 14 шілдеде қай қаланы қоршауға алады? Бірінші Лио мен Аттила қағанның арасындағы кездесу қай жерде өтті? Ғұндар Италияның солтүстігіне қашан шабуыл жасайды?